Малға қандай чип салған дұрыс, қалай салған дұрыс, қандай аппаратпен салған дұрыс деген сұрақтар бізге өте көп келіп жатыр комментарийға. Достар, сіздерге сол туралы айта кетейін. Мінекей біз мынандай қытайлық өндірістің осындай чип салатын аппаратын қолданамыз. Бұның өзінің минустары және плюстері бар. Бізге ең бастысы керегі мына ішіндегі чиптің өзін көрдіңіздер ме? Міне осы сиырдың желкесіне кірсе болды. Бірақ енді бұны салатын кезде әртүрлі тәсілмен салуға болады. Былай салады кейбіреулер. Мысалға біз өзіміз былай саламыз. Саламыз да баса қоямыз. Неге? Былай салса сиырға дұрыс кірмей қалуы мүмкін, терісі қалың ғой. А былай нақты дөп соққымен саламыз да батырман баса қоямыз, бітті болды. Бірақ бұл чип салғыш аппараттың бір минусы, мынау басында күріш сияқты чиптің өзі былай істеген кезде түсіп қалуы мүмкін. Міне мынау. Қараңыздаршы міне. Сондықтан да салатын кезде бұны сәл жоғары қаратыңқырап бұрамыз. Бітті болды, қарапайым оп-оңай. Ал комментарийға жаза кетіңіздер, сіздер қай елдің чипін саласыздар және де қандай аппаратпен саласыздар.